чупа-чуп салсак бола ма? Жоқ қызым, болмайды. Басқа нәрсе алайықшы. Мынау конфетті алшы. Міне. Осы конфетті алайық, иә? Анашым, мұны альпениді алсам бола ма? Қызым, бүгін әкешіңнің туылған күні. Әкеңе одан да бір торт алайық, өзіне ұнайтын. Жарай ма, қызым? Жарайды. Он бес мың 220 теңге. Кетем айдың. Кешіріңіз, тортты қайтаруға бола ма? Әрине болады. Анашым, сізден бір нәрсе сұрасам бола ма? Әрине сұрай ғой, қызым. Менің торт жегім келіп тұр. Қызым, бұл жолы қаражатымыз жетпей тұр. Келесі жолы міндетті түрде алып беремін. Жарай ма, қызым? Уағалейкумассалам. Олардың торт қақшалар жетпей қалды ма? Жетпей қалды. Мен алсам. Болды? Айлин, үйге барып, бұл тортты өзіміз шашеміз. Балақай, бұл торт саған. Жоқ, біз бұл тортты ала алмаймыз. Өтінен алыңыздаршы. Бұл тортты бізге не себепті беріп жатсың? Бұндай жағдай бала кезде менің де басымнан өткен еді. Мен кішкентай кезімде анашымның қаражаты жетпей, маған қалаған затынды әпере алмай қалды. Мен тортағым келеді. Бала, мүмкін саған басқа нәрсе аламыз? Жоқ, мен туған күнді. Давай келесі жол саған точно алып беремін, жарай ма? Менде қазір сәл жетпей тұр да, балам. Мақұл ма? Жарайды. Балақай, ол саған туған күнің мен, туған күнің құтты болсын. Ағай, рахмет. Оқасы жоқ, үлкен жігіт бол. Өтініш, маған номеріңізді жазып беріңізші, мен сізге міндетті түрде қайтарамын. Жарайды. Үлкен рахмет сізге. Болды бұл. Жақсы, Балақай. Сосын мен өмірімде танымайтын адам маған сол тортты алып берді. Рахмет айтайын десем, ол кісінің аты жөнін білмеймін. Бірақ мен ол кісіні ешқашан ұмытпаймын. Рахмет үлкен саған. Өтінем, номеріңді бір қағазға жазып бересің ба? Ақша болған кезде саған міндетті түрде қайтарамыз. Әрине жазып берейін. Балақай, сен де өскен кезінде қолыңнан келгенше барынша жақсылық жасауды ұмытпа. Отағасы, туған күніңіз құтты болсын. Ой, рахмет. Ой, рахмет. Мен жақсы көретін тортты алыпсыңдар ғой. Бұл тортты сізге бір мейірімді жан алып беріп жіберді. Рахмет. Әкеше мына хатты беріп жерді. Бұл жақсылық, жақсылығын жалғасы.